Әкбар Батыр романының жалғасын тыңдайсыздар. Екінші тарау. Таң қараңғысында атқа қонған екі жүргінші Еспосынның науа тасын бетке алып тартып келеді. Қаспақ сайының етегіне ілінгенде шығыстан құлан ектеп таңсыз берді. Әлгіндегі самсыған жұлдыздардың іреңі өшкіндеп сирей бастады. Түнерген қара орман арасынан шырылдап пыр-пыр етіп қанаттарын қағып тауқұстар ұша бастады. Қар суымен қоя беріліп көбеңсіген түлежік аттар көкорай шалғынға көмілген жалғыз аяқ тастақ жолдан із жаза береді. Шалғынға қонған мөлдіршік аттардың жіліншігіне дейін малшындыра түседі. Жүрдек жануарлар боғжынын тастап терлегеннен кейін тіпті де үрдеп сала береді. Бұлар қаспақ сайын өрлеп келіп, құзар жартасты шатқалға таяғанда алдыда келе жатқан Әкбар астындағы орауыз кертөбел аттың басын тартып көлденеңдеп тұра қалды. Бұнысы атты осы араға тастаймыз, аң ататын құрал да осында деген белгісі еді. Науа тастан құлдай соққан желемік бетке бір түрлі салқын леппен ұрылады. Көкжиектен күлімдеп көтерілген күн тау шыңдарына шүлен шұғыласын төге бастады. Сонау көз ұшында бүйрат-бүйрат төскейлеу кең жазықта шашырай жайылған ірі қара табындары күреңселі көтеріңкі тіремеге қарай беттеп барады. Әкбар осы құзар жартасты сеңгір шыңдары көкпен тілдескен терең сайдың не себепті қален қаспақ аталғаны жөніндегі бір тарихи аңызды нашына келтіріп жұтындыра әңгімелеп келеді. Анда-санда артында өкшелеп келе жатқан Сейітке қайырыла қарап тұра қалады да сәл тыныстап алған соң барып, содан сөйтіп деп әлгі сөзінің жалғасына оралады. Көбінесе өз әкесі Еспосының ерлігі мен серлігін, мызғымас қайрығын, қайсарлығын, кісілігін, көпшіл қауымшылдығын бүгінгі сөзінің тұздық еткен. Ақалақшы мампаңдардың қолы жете бермейтін жақсы ат Еспосының белдеуінен үзілмеген. Күрең, торы, құла, жирен аралас, қамыс құлақ сәйгүліктер үнемі мезгіл санатына қарай ерттелетін. Бурасан қамыс құлақ арғымақтар көк мойнының желкесіндегі жал қарағайда шыбындап тұрушы еді. Мұнысы ауыл арасындағы шақар айғырлар сауырлап тастайды деген сақтығы болатын. Жоғыз деген жылқышылардың көрген сайын көздері тұнып сілекейлері шұбырмайтындары кемде кемеді. Біреулер пешенеден десе, біреулер тақымынан. Еспосының десі оңай десе емес, Еспосының беті оңай бет емес, Құдай бекер жаратпаған десіп әркім әр саққа жүгіртетін. Әкбар мен Сейіт науа тастың биік кезеңіне шыға келгенде бүкіл көк қамыр алқабы көсіліп сала берді. Табан астында қалған қаспақ сайының қысаң сотпақ ұшпаларымен жалбырлаған аршалы жартасы, қатпар-қатпар жылым жылғаға шатқалдары бойына бүккен бар құпиясын дастархан етіп алдарына тарта берді. Көрдің бе, тақ анау кілтеңнен келіп жалғыз мылтықпен отыра қалған адам мыңды құтқара ма? Әкем марқұм анау көк мойнақты берік бекініс құтты қоныс етуі тегін емес екен-ау, деді Әкбар тершіп, албыраған қызыл сары жүзін Сейітке бұрып. Сарғыш жаралған өткір көздері шартарапты тінте шарлап тұра алған беті. Үшті дөңестеу қыр мұрны тершіп, еттіге тіл татқан сайын лебейлеп желп-желп етті. Сейіт қожыр-қожыр көкшұбар тасқа бір аяғын қойып демігін баса алмай ентігіп тұр. Самайынан аққан тері аққұба бидай өңін айғыздап кетіпті. Биік қабағынан домалап көзіне құйыла бастаған тер моншағын қолының сыртымен сүртіп қояды. Дөңгеленген қара көздерінің қалың еттері қабарып талаурай түскен. Толықсыған жас жігіттің сүйек бітімі күшке біткендей кесек әрі үйіл. Кең біткен кербез иығын керіп Әкбарға бір қырымен қарап тұра қалды. Өңінен бір түрлі қатаң түс байқатады. Тіс жарып тіл қатпаса да Әкбардың ойын ішімен түйгендей жай ғана басын изеп иек көтереді. Әкбар Сейіттің бірден ашылып жарылып сала бермейтін тұйық шорт мінезін білетін. Бұл оның қадалған жерінен қан алатын қайсарлығының бір белгісі тәріздеді. Сондықтан Әкбар Сейіттің өз сөзін бірден лап етіп қолдай жөнелмегенін кінәлаған жоқ. Ол алдындағы жалпақ тасқа құйрығын қойып отыра кетті де Мәрия шешейдің шебер қолынан шыққан ақ қалпағын басынан алып тасқа қойып, тершіген тақыр басын қызыл торғын шытымен сүртті. Алдында ағаш астау сияқты созылып көк ойпаң жатыр. Көлемі 5000 қой сиғандай бір көрген адамға бас-аяғы тұйық көк өзен болып көрінеді. Ауыздан ауызға таралып, жұрт арасында аңыз боп келген Еспосынның атақты көк науасы міне осы болатын.
Науа десе науа дегендей көкөзектің тәңір жаратқан таңғажайып тамаша бітіміне Сейіт таңдана қарап отыр. Екі беті аса тігілді емес жазаңдау жер екен. Биік шың басындағы жағалау жартастың ортасынан орын тепкен көк ойпаң көрмеген жанды тәнті етерлік. Таған аздап саздауыт тарбиған бәлешік бақа талдар болымсыз өзегін қуалай өсіпті. Көкпен тілдескен алып шыңның төбесіне оқшау біткен мынау көк ойпаң Сейітке ертегі аңыздарда айтылатын ақсақ берінің сары кезеңін елестеткендей болды. Қандай ғаламат күш жаратты екен, деді Сейіт алаңсыз адамның ауанына көшкендей селқос қана тіл қатып. Әкпар қолына ұстап тұрған ақпердеткенің шақпағын суырып алып көрсетіп тұрып, сілімтіктер енді менің сары ізіме шөп салып көрсін, аянар жер қалған жоқ. Сенің бел байлағаның рас па, Сейіт, деді. Маған әлі сенбей отырмысың? Айтқаным айтқан. Өлсек бір шұңқырда, тірі болсақ бір төбеде болуға бармын. Онда серт бер, мына мылтықтың аузын жала. Сейіт отырған орнынан ұшып тұрды. Әкем Еспосынның жан серігі Ақберденке сертімнен тайып жаза бассам, бір тал оғың бұйырсын. Батыр бабамның қанды кегін қанмен жууға ант етемін деп мылтықтың құндағын тасқа тіреп қойып, болат түтіктің аузын сүйді. Әкпар мен Сейіттің Еспосыннан қалған Ақберденкенің аузын сүйіп тұрып алғаш серт жасасқан жері осы еді. Сейіт Әкпар сияқты кісіге жанасқыш жұғымды болмағанымен де істің затына үңіле қарайтын терең ойлы жан еді. Ұл бала әже оның бір қалыптан өзгермейтін, желіксіз, кем сөзді мінезін қатты ұнататын. Сейіт ол кісінің кейде зар заманның күйін шертіп, көз жасын көлдете сығымдаған сәттерін жадынан бір сәтке көтеріп көрген емес. Еспосын қаншалаған жылдар бойы соңына түсіп тұзақ құрып торуылдаған күндестерінің қолынан өлтірілісімен ұлбала әже күрт түсіп кетті. Бейуақта кейіп, қайран Еспосыным-ау, кезек менікі еді ғой, бейуақта сөніп кеткенің-ай, бұлыңғыр қалдау бұл дүние деп күйзеліп күңіренетінде отыратын. Сейіт әжесінің осындай кекті талысын естігенде оның кекшіл көкірегі қарсы айырғандай болушы еді. Ұлбала әже заты ел бол дегені болмаса, көргенімен білері көп, бәрінде даңғылдана көкірекпен жадында берік сақтаған қасиетті кісі еді. Тұтас Есенгелді әулеті ұлбаланың алдынан кесетпейтін. Біткен Тәңірбердінің көз қарақты ақсақал, қарасақалы Еспосынның ерлігіне, кісілігіне сүйінген шақтарында ат биеден алып анадан туады деген жерге барып тоқырасатын. Жәмәндіктің екінші әйелі аталатын ұлбаладан туған арыстандай алты ұлдың ішіндегі беттісі мен белдісі осы Еспосын менен кенжесі ақын еді. Марқұм ақын камалат жасына енді ғана ілінер шағында дүние салған. Солардың қайғылы қазасына жылай-жылай көзінен айырылуға таяған шағында Бәйеке би келіп тоқтау айтқан. Ей ұлбала, тәуба қыл, қой мыңға жетсе керегеден ібіліс кетпейді, адам 100-ге жетсе 2 көзден жас кетпейді деген екен бұрынғылар. Тіл тигізіп құдайға шет болма, бір жәментік тұқымы 100-ден асыпсың, 10-15 түтін болыпсың, күш қылып Алла тағаланы қорқытып алмақшы ма едің деген. Ұлбала әже содан бастап жылауын тоқтатып, құдайға тәуба қылып тоқтау қылған. Содан бері де міне қаншалаған жылдар өтті. Сеңдей сапырлысқан заманның бір тықыры ел арысы Еспосын батырды да індетіп тынды. Бұл іс ұлбаланың жасы әбден ұлғайып, тығырық шегіне ілінген шағында болды. Бұл тұста ұлбала ананың аспандағы айы батып жұлдызы сөнгендей қараңғылыққа кез келген. Ақылы даңғыл айдынды ана ақыл есінен адасып жуадай солып қу томарға ұқсап құрысып қалып еді. Әз ананың осы бір мосқал күйін көргенде Әкпар мен Сейіттің шерлі көкірегі анамен қоса сыздап сала беретін. Жәментік пен Еспосын қас өзенін жағалап келе жатқанда Жәментік қария Еспосынға балам тілімді ал, мен десең Қоңырқан төренің қызын алма деген. Сонда Еспосын әкесінің бұл тілегін құп көрмеген. Жәментік ашуға булығып қамшысын шошаңдатып Еспосынға тап берген. Бұл тұс қас өзенінің арнасынан асып-тасып жатқан бір кез еді. Еспосын атына қамшы басып қайнап жатқан қас өзеніне түсіп кеткен. Сонда Жәментік қария қатты шошыған әрі өз ісіне өзі өкініп, қайран қарағым-ай, бекер қылған екем-ау, өлдің-ау, өлдің деп жарғабақтың басында тасып жатқан өзенге түсуге батынбай аңырып тұрып қалған. Еспосынның қарасы бір жоғалып кетіп барып, сәлден соң қалтақтап жүзіп арғы қабаққа шыққан. Батыр атынан түсіп киімдерін сығып қайтадан киіп алып, Қоңырқан төренің ауылы қайдасың деп тартып кеткен.
Әкбардың туған шешесі Мәрияны Еспосын батыр осылай өз әкесі жәрментікпен егесіп жүріп алып еді. Сол Мәрия шешей де батырға лайық аяулы жар болды. Мәрия шешей қыз күнінде аса сұлу, ақылды, зейінді болған. Орта бойлы, әдемі, ақсары, қырмұрын, бүйрек бет, сарғыш құлаң шашы тірсегін соғатын. Еспосын батырды баураған сұлу жүзімен балғын мінезі бүкіл осы өңірдегі қазақ қауымына үлгі болды. Бардам жердің баласы болғандықтан жасынан кербез киінуді әдетіне айналдырған. 14-тің есігін аттамастан 10 саусағынан өнер тамған кестеші болды. Жаңа үлгіде жасаған түрлі киімдерін осы алқаптағы кербез келіншек керім қыздар бәсекемен таласып киетін болған. Қолы жеткен бай манаптар Еспосынның алты қанат ақ ордасының мәуітіден оюлаған тегерішіне еліктеп тегеріш жасататын болған. Мәрия шешей сыпайы, сөзге шешен, сыншыл кісі болатын. Жайдарлығына, ақылдылығына жан тең келмеген, күлдіргі, әңгімешіл, халық қиссаларын жатқа айтумен бірге өлеңші де еді. Еспосын батыр күндестерімен күншілдері құрған торға түсіп қаза тапқан соң күре ұлығы аталы жауын жамсатқандай қатты айғұлақтанды. Еспосынның елді желіктіріп салық бермегендігінің, мылтық жасырып үкіметке қарсы топ ұйымдастырғандығының қаруы деп оның алал малын талай талан-таражыға салған. Содан бастап бұл шаңырақтың күнкөрісі қиынға соғып еді. Еспосынның өзге туыстары қас жауынан кек аламыз деп жүріп абақтыға жабылды. Қат-қабат қайғы, ауыр дерттің әлгі жанына батып, Көрпебай дүние салған соң көп ұзамай Қасым да абақтыға жабылып аянышпен өлтірілген еді. Қазақ қауымы бастан кешкен ауыр тарихтың айғақшысы әз анасы ұл бала Әкбар мен Сейіт жалаңаш балтырларын үй ортасына жалпылдатып жатқан отқа қақтап отыра қалған шақтарында ана бұлғын ешігіне оранып алатында екі тізесін ішігінің етегімен қымтай түсіп, "Ох дүние-ай, қазақтың қайран ерлері-ай" деп ұзақ тарихтың буалдыр бір сүрлеуіне жол алатында талай заманның тауқыметіне куә болған, сүйқыл тартқан ақ бурыл шаштарын қан сөзсіз саусақтарымен кимешегінің жақтауына тығып, шылау үшін қайтадан оңап алған соң барып әңгімесінің жалғасына көшетін. Сол шақта екі немересі Әкбар мен Сейіт ананың әңгімесін ыждағаттықпен тыңдап, ананың әжім айғыздаған қатпар-қатпар жүзіне телміре отырып тыңдасатын. Ана сонымен қоса заман райына көз жіберіп құлақ тұрып соны барлап бағып өзінше болжам айтатын. Тарихтан жаттап сақтап келген даналықтарымен мол тәжірибесін дәуір ыңғылымен салыстырып отыратын жол-жосынға берік, жүйешіл кісі еді. Әкбар мен Сейіт тарлан тарихты ет құлағымен естіп, өз көздерімен көріп, кек отына күйіп жетті. 1928 жылы қарашада Еспосын қайтыс болған соң келесі көктемінде бұл семьяның күнкөрісі қиынға түскендіктен Қоңырқан төре ат көлігін жабдып келді де Еспосын семьясын өз қасына Шонжыға көшіріп алған болатын. Ел арасы қырбайсыз, кикілжіңсіз болмайтын іс қайда. Қаңғыған қабанбай деген сөз жасынан беті қайтпай жау жүрегі өскен Әкбардың шамына тиіп намысын келтіре берген. Ат жалын тартып мініп 18-ге шығар жасында Әкбар әз анамен өзінің туған шешесі Мәрияны көндіріп, бір мезгіл болса да өздеріне пана болған нағашысы Қоңырқанға рахметін айтып, батасын алып, өзінің ата мекені Ластайға қайта көшкен. Мың десе де ел ортасы алтын бесік деген сөз рас екен. Еспосын семьясы өзінің ата қонысы Ластайға қайта оралысымен бұл алқаптағы ел жұрт Еспосынның көңіл жетер дос-жараны қолда барын аямаған. Көнерген ескі киіз туырлықтарын жаңалатып, алдымен бастарына күмбірлеген ақ үй тұрғызып берді. Әкбар Шиырбай сияқты ауыл ақсақалдарының ақыл кеңесін ала жүріп тіршілікке мықтап кірісті. Тақиялап, тары сеуіп, қақпан салып, аң аулап, Еспосын семьясын тұрмыстан тарықтырмады. Кейде бардан байларға жалданып та жұмыс өтеді. Сөйтсе де кісі қолына, дала арайына қарап телмірген тарғалаң тұрмыс оты өз қолым өз аузына жетсе дейтін еркін сыбаға дәметтірмей қоймады. Жасында жақсат мініп мылтық атуға әуестенген Әкбар әкесінің көзінің тірі кезіндегі салтанатты өмірін аңсаумен болатын. Оның ендігі бір арманы жібі түзу бір мылтық болған. Ұлының есейіп ақыл есі тоқтатып камалатқа беттегенін сезген Мәрия, "Әкбаржан, сен азамат болдың, жақсы мен жаманды айыратын кезің жетті. Әттең бір мылтық деп ширыққаныңды біліп жүрмін. Мен саған әкеңнің қалдырып кеткен бір ісін айтайын" деп Еспосынның қаспақ сайының жартасына жасырып кеткен ақ пердеңкесінің мән-жайын түсіндірген.
Осы әңгімені естіген күні кеште Әкбардың ұйқысы шайдай ашылып еді. Ол жастыққа бас қойғанымен көзі ілінбеген. Әр саққа, әр қияға алып ұшқан буалдыр елес күңгірт арман оның қиялын мазалаумен болған. Көзге түртсе көріксіз қараңғы, көк науадан баса соққан асау жел түңлікті желпілдетіп сарт-сарт ұрып жұлқылайды. Ластай бойындағы орман шуылы мен өзен гүрлі құлаққа дабыл ұрғандай естіледі. Әкбар енді сол жақ жамбасына аунап түсіп, өзен гүрілі мен ағаш шуылына құлағын салып, сәл жатты да тағы ойға шомды. Тегінде Нылқы қалашығында тұратын Мүсілім дейтін бай татар болған. Оның Садық, Патиқ, Хамит деген 3 ұлы бар еді. Жергілікті қазақтар оны Мүсілім ноғай деп те атасатын. Мүсілім мен Еспосынның барыс келісі, араластығы өте жиі еді. Алыспағанды алысып, беріспегенді берісе алатын ағайыншылығы күшті кісілер еді. Еспосын ауылы Көкмойынға биесін байлап шыға салысымен Мүсілімде шағаладай ақбоз үйін тігіп жанамалай кеп қоңсы қонатын. Патиқ Ақбардан сәл ересек болғанымен, бұлардың балалық шағы бірге өскен сол Патиқ Еспосын семьясына ат ізін суытпай барыс келіс жасап іздеп тұратын. Атадан балаға мирас болып қаралған осы жақындық Әкбар мен Патиққа да ұласып еді. Еспосын семьясы Ластайға қайта көшіп келді деген сөз ел арасына тарағанда, алдымен алақайлап шүйіншілеп келіп, қоныс құтты болсын деп айтқанның бірі осы Патиқ болды. Сонда Еспосынның ағасы Шербай ақсақал биылғы ауа райын, мал жайын сөз ете отырып: "Шырағым Патиқ, етіміз неше өліп неше тіріліп отыр ғой. Құдайдың мұнысына да шүкірлік, басымызға күн туып балапан басына тұрымтай түсіне дегенде заман өтті. Тозып сансырағандығымыздан қоңырқанға мақұл болып едік. Қайтсын, ол да қолынан келген көмегін аяған жоқ" деп Еспосынның аруағын айтып, осы семья бұл араға көшіп келгеннен бері шұрқырасып келіп кетіп жатқан ел жұрттың бауырмалдығын сөз еткен. Сонда әсерленген Патиқ: "Рас айтасыз, кәрия, соңғы жылдары біз де қуғын-сүргінге ұшырап келе алмадық. Әлгі серіктік тоқырау күйіне түскендіктен үкімет маған соны көтерек ал деп отыр. Алдымен жұмысты бір өткізіп алайын, сонан соң қалғанын көре жатармыз" деген. Оның көре жатармыз деген сөздің арғастарында мына үйдің киізі тозып әбден көнерген екен. Күзде күзем жүнінен 1-2 текеметтік жүн берейін деген еді. Әкбар осы өз әкесі Еспосынның қапыда аянышты қазасын есіне алғанда көкірегі қарс айырып, тұла бойын кек кернейтін. Әкесінің ізі қалған көкпен тілдескен мынау көк науа әкесін есіне түсірді. Әкбар Сейіттен бетін тайсатып, көзіне лықсып келген жасын сығып жіберді. "Әкеңді еде, мен Нұрсапалық болмасам атым өшсін", деді Сейіт те тістеніп. Ол табанымен басып тұрған көк шұбар тасты теуіп қалды. Әкбар тұнжыраңқы кекті кескінмен басын шайқады. Мұнысы еде мен Нұрсападан ғана кек алумен іс тынбайды. Соларға күш беріп құтыртып сүйеу болып отырған анау күре ұлығының көзін жою керек. Сонда біз әкеміздің әрі елдің кегін қайтарып алған боламыз деген сөзі болатын. Сейіт Әкбардың бетіне таңданған адамдай сұқтана қарады. Дөңгеленген қара көздері шатынап от шашты. Үлбіреген бүдірсіз беттерінің ұштарына алаулап қайтадан қан ойнады. Бұл оның дітке берік, аршыл жанның айнымас алпарысынан туған серті бекімі тәріздеді. Әкбар қолын алған ақ пердеңкенің құндағын төмен қаратып тасқа сүйеп қойды да, тарс еткен мылтық даусы шыға қалса, жоқшылық тақсіретін тартып отырған осы ел қарап тұрар ма? Осы Қабанбай ауылдарының өзінен ақ 200-300 адам лап қойып қосылып кеткелі тұрғанын білдің бе деді. Дегенмен бұл істің ауызбен біте салатын жай шаруа емес екенін де ескертіп, бұған күш қайрат, жігер сенім, ақыл айла қажет екенін де өзінше бір байымдап, сол жөндегі өзінің әлі бір байламға келмеген ойларын айтты. Әкбардың төңкер сотын тұтандыру жайында естігендері мен білетіндері көп еді. Бұған сол баяғы Мүсілім деген татар саудагердің баласы Патиқ ақыл қосқан. "Бастайсың ба? Бастағаның рас болса енді тездет, Шербай ақсақалдан баталайық", деді Сейіт тебіренісін баса алмай. Тәк, асықпа, аптығыңды басып ал, кішкене сабыр ет", деді Әкбар әзіл шынын араластырып. Сейіт өзінің байсалды қалып шеңберінен шығып кеткенін қалт сезіп күліп жіберді. Өйткені ол осындай ізгі ниетпен тіл табысқан серт үстінде Әкбардың ілгіш әзілінің өткір қармағына ұшыраймын деп ойламаған еді. Басын төмен салбыратып, сылқ-сылқ күліп алды да қайта жарқ етіп Әкбардың бетіне сүйіне қарады. Ішінде Әкбардың буынды жерден бунап ұстай
ойнайтын ұстамдылығына, жас болса да екі өлшеп бір кесетін іскерлігіне деген терең тебіреніс бар еді. Ел оны ауыр, салмақты дегенімен өзінің шорт мінезді бірбеткей жан екенін іштей мөлшерлегендей болды. Бұл ойнайтын шаруа емес, баспен сөйлесетін іс. Қазірше елді дүрліктіруге болмайды, оған уақыт бар әлі. Ал сонда құралды қайдан алмақсың? Оны не қыласың? Асықпа, беретіндер бар. Маған сенбегенің бе? Олай емес. Әкпар төңкеріс жасау жайындағы сөзді ұзаққа созды. Алаңғасарлық істеуге болмайтынын кесете ескертті. Тіпті әзірше Науанға да айтуға болмайтынын қадағалай ұғындырды. Науан Әкпардың туған інісі, бірақ ол ұшқалақ, алаңғасар болғандықтан Әкпар көп істі бұған айтпайтын. Сейіт Әкпардың Гоминдан билеп төстеушілерін аударып тастап, сахара билігін тартып аламыз, жалпы халықтың қолын есе-теңдікке жеткіземіз деген сөздеріне мәуеленіп көңілдене түскенімен, құрал жайындағы сұрауына анық жауап ала алмағанына тағатсыз күйде еді. Соны қайта жаңғыртқысы келіп бір оқталды да өзін дереу тежеп алды. Өйткені ол Әкпарға қатты сенетін, Әкпар мінез ауыр, ауызда айтқанын орындамай тынбайтын қайсар жан еді. Сырт көзге жайдары елпек көрінгенімен нағыз алымды, Әкпар мінезі ауыр, ауызда айтқанын орындамай тынбайтын қайсар жан еді. Сырт көзге жайдары елпек көрінгенімен нағыз алымды, жорту ол адамына тән қарнының қатпары терең азамат. Істің шетін жылт еткізіп арғы жағын ұзаққа салып тереңге сақтайтын, сол жерін ойлады ма әлде батынбады ма, Сейіт қазбаламай тоқтап қалды. Бұл жолғы сапар Сейітке өзгеше ой салып, ұшқын түсіріп, қанат бітіріп жібергендей болды. Өз-өзі болып білмеген, екшеп көрмеген сырлы соқпақты күдірге жолға алғандай. Бар ынта ықыласын соған бірақ арнап еді. Дөңгеленген бұдырсыз беттері бірде татарып, бірде құбарып барып қайта қалпына келгендей болды. Еті қалың, қара көздері қанталап ұшқын атып тұр. Өзіңе ергенім ерген, ез өмірдің керегі не, деді Сейіт Әкпарға қадала қарап. Әкпар еспосына мирас болып қалған ақбердеңкені қолын алды. Бұрын ол Сейітті тұңғиық, жұғымсыз, оның үстіне жас бала санайтын. Бұл рет Сейіттен де үлкен сенім нышанын тапқандай көңілденіп кетті.